Құрметті оқырмандар, назарларыңызға сирек кітаптар симфониясы айдарында кітапханамыздың сирек қорынан алынған 1950 жылдары Алматы қаласының Қазақ мемлекеттік баспасынан қазақ тілінде жарық көрген социалистік еңбек ерлері атты еңбекті ұсынамыз. Аталған кітапта социалистік еңбек ері атағын иеленген азаматтар туралы мәліметтер жинақталған. Қазақ СССР-ның егін шаруашылығы саласындағы еңбек озаттарының жетістіктері, ауыл шаруашылығында және халық шаруашылығының өзге де салаларында жоғары нәтижелерге қол жеткізген азаматтардың еңбек жолы, кәсіби шеберлігі мен қоғамдық белсенділігі жан-жақты сипатталады. Кітаптың негізгі мақсаты еңбек адамдарының жетістіктерін насихаттау әрі жас ұрпақты адал еңбекке баулу. Құрметті оқырмандар, халқына адал еңбектермен танылған ұлы адамдар жайлы білгіңіз келсе, сіздерді кітапханамызға шақырамыз.